Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз мандаринді маффиндер жасаймыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ұн, қант, сұйық май, жұмыртқа, разрыхлитель және де ең бастысы бізге мандарин керек. 4 мандариннің сыртын ашамыз. Менің мандариндерім кішкентай, сондықтан 4 аламын. Ал егер сіздердікі үлкендеу болса, онда 2 алуға болады. Осылай блендерге салып езіп аламыз. Үш жұмыртқамызды ыдысқа жарып, үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Солай жақсылап араластырғаннан кейін үстіне мандаринімізді қосамыз. Сұйық май құямыз. Және де 1 шай қасық разрыхлитель. Және өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ванилин қосуға болады. Онымызды осылай 2-ге бөліп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Екінші бөлігін саламыз оны. Тесто шамалы қоюлау болады. Енді грек жаңғағын осылайынан бөліп аламыз. Ішіне қосып араластырамыз. Неке осындай қамыр шығады бізде. Осы қамырымызды осындай кекстің ыдыстарына құйып шығамыз. Барлығын жартылай ғана толтырамыз. Мінекей біздің маффиндарымыз пісті. Өте жұмсақ, іші барлығы толық піскен. Және де өте дәмді, иісі деген керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.